Қай жердікімін? Астананыкімін. Астанада тұрам, Самалда. Осыған әні кіремін. Былтыр 9 маусым күні Құдағиында алып келгем. Жабық тұрды. Соң кейін біз неге кетіп қалдық? Ереуілге, митингқа. Күртемді тапсырайын ба? Нәзікті мұражайыма десем, ауыстырыпты ғой, әскери мұражай. Амансыздар. Бұл жерден көрген сияқтымын. Назиктің мұражайы болған. Қазір әскери мұражай болыпты. Аллам де. Түрік жауынгері. 6 ғасыр. Мына жындан орандар. Жанөзенді атып, әйгілі болып тұр ма? Жанөзенді қазақтарды атып, желтоқсанды атып, әйгілі болып тұр ма? Мына орандар.
тұрған тұрсын. Алтын Орда дәуірінің жауынгері 13 ғасыр. Қазақ сарбазы 15-16 ғасырлар. Қазақ сарбазы. Қазақтың сарбазы. Етіктердің бәрі бірдей, былғарыдан тігілген, ұшы қайысқан. Қазақ сарбазы 17-19 ғасырлар. Алашорда сарбазы 20 ғасырдың бірінші жартысы. Алашорда. Екінші дүниежүзілік соғысының жауынгері 39-45 жылдар. Неге орыс? Қазаққа ұқсамайды ма? Қалай ойлайсыңдар? Андронов мәдениетінің жауынгері. Біздің заманымызға дейінгі 18 ғасыр, біздің заманымызға дейінгі 7 ғасыр. Анасы сақ жауынгері. Біздің заманымызға дейінгі 7 ғасыр. Сақ жауынгері. Аның төбесінде жебе. Міне батырлар аялар. Батырлар. Сармат жауынгері. Біздің заманымызға дейінгі 3 ғасыр. Сармат. Үш жерден бастадым ба? Кісігім. Хун жауынгері. Біздің заманымызға дейінгі 3 ғасыр. Қанлы жауынгері. Біздің заманымызға дейінгі 2 ғасыр. Қанлы жауынгер. Оғыз жауынгері 9 ғасыр. Оғыз жауынгері 9 ғасыр. Қимақ жауынгері, қалмақ деп оқи жаздадым. Қимақ жауынгері 9 ғасырдың соңы. Қайға жауынгерден. Қыпшақ жауынгері 9 ғасыр. Мына осы жауынгерден бастаған айналар. Мына жауынгерлердің видеосы бар. Енді мұнда әскери адамдар не істеп жүр? Уақытша көрме залы. Ол қалай уақытша көрме залы? Қалай уақытша көрме залы? Бір көрсететті жинап тастаймын сонда? Ана әскери мұнаның фотосын көрсеткім кеп тұрған жоқ, жүрегімнен ет. Міне. Мынау 30 лет победы в битве дейді. Мына жауынгерлердің нелері, мына балалардың фотолы. Африкада не? СССР-ның бір шет. Мынау біздің аталарымыз соғысқа қатысқан. Ереймен дейді. Ереймен. Вьетнам соғысының ардагері. Әйтесін Вьетнам. Ана 30-80 должность старший советник начальник генерального штаба. 30 жылы. Жансен Киреев. Мына ұлдар әскери тәрбие алушы. Әкесі тәрбиелеп, міне 2 ұлын тәрбиелеп, рухани
ұлтшыл ұлтшылдыққа, отансүйгіштікке тәрбиелеп жүр әкесі. Бірақ ол баладан ұлтшыл бала шығады, отан сүйгіш бала шығады. Сонген ол екі баланы қамап қояды. Осы екі балаларды қамамау үшін біз елімізді парламенттік республикаға айналдыруымыз керек. Тағы басқа жерлер бар ма көретін? 5 этаж. Оған лифті бар ма? Мына мен бірінші қабаттың бәрін көріп шықтым ба? Мына осы айын анда болу керек, е? Соң лифт. Рахмет сізге.